Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Ақнұр, каналыма қош келдіңіздер. 1955 жылы түсініксіз жағдайда жоғалып, 37 жылдан кейін ғана оралған ұшақ туралы шынайы аңыздары бар. Бұл оқиға 60 жылдан астам уақыт бойы адамдардың санасын ойландырып келеді. Бұл не? Уақыт әзілі ме? Әлде кәдімгі фантастика ма? Менімен бірге болыңыздар. 1955 жылы 2 шілдеде Pan American Airways 914 рейсі Нью-Йорк қаласынан ұшып шығады және Майамиге таңғы 9:55-те қону керек еді. Бортта 61 адам, 57 жолаушы және 4 экипаж мүшесі болған. 3 сағаттан кейін ұшқыштар байланысын тоқтатады, ал лайнердің өзі кенеттен радардан жоғалып кетті. Маршрут жартылай Атлант мұхитының үстінен өткендіктен авиация қызметкерлері ұшақ судың үстіне құлап, суға батып кетті деп болжам жасайды. Дереу ауқымды іздестіру шаралары ұйымдастырылады, бірақ нәтиже бермейді. Ұшақ із-түзсіз жоғалғандар тізімінде болғанымен, ақш билігі оны апатқа ұшырады деп жариялаудан басқа амалы қалмайды. 37 жылдан кейін кенеттен ол ұшақ Венесуэлада пайда болады. 1992 жылы 9 қыркүйекте Каракас әуежайының диспетчері Хуан де ла Гардия радардан белгісіз нысанды көреді. 10 минуттан кейін әуежайға жоспарланбаған ұшақтың жақындағаны белгілі болады, ал диспетчерлер мұқият қарап шыққанда лайнердің өте ескі екені белгілі болады. Бұл ұшақ 40 жыл бұрын шығарылғаны белгілі болады. Ұшақ терезелерінен аң-таң болған жолаушылардың жүздері көрінеді. Жаңа ғана қонған ұшақ қозғалтқыштарын іске қосып әуеге көтеріледі. Бірнеше минуттан кейін жұмбақ тақты аспанға көтеріліп көзден ғайып болады. Радар экраны бұрынғыдай бірде-бір ұшақты көрсетпей толығымен тыныш болады. Хуан де ла Гардия жұмбақ ұшақтың экипажымен радио арқылы байланысуға асығады. Ол лайнердің қайда бара жатқанын сұрады. Ол келесідей нәрсені алды: бұл 914 рейс. Біз Нью-Йорк-Майами бағыты бойынша Флоридаға бара жатырмыз. Бортта 57 жолаушы мен 4 экипаж мүшесі бар. Хуан де ла Гардия ұшақтың маршруттан 1500 км ауытқыған және қазіргі күнін хабарлайды. Каракас әуежайының диспетчерлері осыдан 37 жыл бұрын жоғалып кеткен лайнердің өздеріне жақындап қалғанын білгенде қатты таңғалады. Соған қарамастан ұшақты қабылдау үшін ұшу-қону жолағын жедел дайындау туралы шешім қабылданады. Лайнер аман-есен қонды, ал әуежай қызметкерлері оған жүгірді, бірақ экипаж мүшелері байланыс орнатуға асықпады. Қайта оларды оңаша қалдыруды ымдап, бірнеше минуттан соң ұшақ ештеңе болмағандай ауаға көтеріліп, бұлттардың арасында ғайып болады. Дереу тергеу басталады. Куәгерлердің айтуынша, кірген жолаушылардың беттері үрей билеген. Содан кейін Каракас әуежайында ұшақтың болуын растайтын басқа фактілер табылмады. Не болды? Жаппай ақылсыздық, әлде фантастика ма? Әлде уақыт бойы саяхаттайтын елес пе? Бұл сұрақтар ашық күйінде жауапсыз қалды. Дегенмен, көптеген адамдар аңыздың растығына сенуін жалғастыруда, ал кейбіреулер тіпті жұмбақ ұшақтың жолаушылары әлі де үйлеріне қайтып оралған және олар 37 жыл бұрынғы кейпінде болғанын айтады. Бұл туралы ресми растау жоқ және ұшақтың шынымен де болған-болмайтынын болжауға болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.